Сәлем, сенмен бірге дәрігер Оспан Хамерберт. Сенмен бірге бүгін экстрапирамида жүйесінің өткен сабақтағы жалғасын талқылайтын боламыз. Соның ішінде оның қызметі, құрамына кіретін құрылымдары, сонымен қатар оның бұзылыстары. Кеттік. Жалпы бізде экстрапирамидалық жүйе дегеніміз не? Ол адамның күрделі рефлекстерін реттеуге, бұлшықеттердің тонысын реттеуге, шартсыз рефлекстерін үйлестіруге қатысатын жүйе болып табылады. Экстрапирамидалық жүйе өзінің құрамына мынадай құрылымдарды кіргізеді. Олар өзінің меншікті ядролары, яғни бұл ядролар бізде ми негізінде ортаңғы мида әр аймақтарда орналасқан, и ол ядроларды бір-біріне байланыстырып тұратын, және де біздің денемізге импульс беретін өткізгіш жолдардан тұрады, ретикулярлы формациядан тұрады. Ретикулярлы формация алдыңғы сабақта айтылған болатын. Осы ми көпірі ортаңғы ми сопақша ми аралығында жатқан бөлік, олива. Ол бізде сопақша мидың мына тұсы, оливасынан вестибуларлы ядроларда ми көпіріндегі, одан кейін миышықтың өзінен, және де мына холмик бар ғой ортаңғы мидағы, сол холмикті барлық құрылымдарды өзінің құрамына кіргізеді. Ал енді оның меншікті ядроларын және оның қандай қызметтерге жауап беретіндігі туралы айтайық. Мынау мидың горизонтальды кесіндісінен біз оның меншікті ядроларын көре аламыз. Соның ішінде мынау қаншаның қасында ең бірінші орналасқан ядросы бұл нуклеус каудатус, яғни құйрықты ядро. Бұл құйрықты ядроны жазып отырайық, нуклеус каудатус. Оның негізгі қызметі бұл ерікті қимыл іс-әрекеттерді басқару. Нуклеус каудатус. Одан кейін бізде жасыл түспен көрініп тұрған, және де екі бөліктен тұрған, өзінің латералды медиалды бөлігіне тұрған, бұл бізде глобус палидус, яғни бос шар. Оның негізгі қызметі бұлшықеттердің тонусын ретке келтіріп отыру. Одан кейінгі бізде үшінші тұрған бұл скарлупа, яғни оның латынша аты путамин. Ол ең шеткерісінде тұрады. Одан кейін бізде төртінші белгіленген көк түстегі бұл көру төмпегі болып табылады. Яғни көру төмпегі, былайша айтсақ, таламус, таламикалық аймақ, таламус. Ол барлық сезім, сезімдердің ядроларының барлығының жиынтығы осы таламуста болып табылады. Бұл жерде 500-ден асқан меншікті ядролар орналасқан, яғни біз айта аламыз, таламикалық аймақтан барлық сезім рецепторларының барлығының жолдары өтеді деп. Төрт. Яғни біз таламус деп айтайық. Бізде бесінші белгіленген таламустың астында субталамикалық аймақты біз Льюис денесі деп айтамыз. Немесе субталамикалық аймақ. Льюис денесі. Одан бөлек тағы да ядроларын біз горизонтальды емес, мынадай поперечный срезінен көретін болсақ, бұл жерде маңызды бұл қара зат. Ортаңғы мидың аяқшаларының негізінде орналасқан қара заты, субстанция негра. Одан кейін жетінші бізде бұл қызыл ядро. Қызыл ядроның негізгі қызметі бұл қимыл қозғалыстарды үйлестіру болып табылса, қара заттың қызметі бұл тонусты өз кезегінде реттеп отыру болып табылады. Бұл негізгі экстрапирамида жүйесінің ядролары. Бізде осы экстрапирамида жүйесінде бәрімізге қызықты стриатты және полидарлы деген жүйе бар. Ол бізде қандай мағына береді, соны ашайық. Бізде стриатты жүйе дегенге құрамына нені құрайды өзіне, құрамына нені қосады? Ол бізде қызыл түспен белгіленген нуклеус каудатус, одан кейін скарлупа, яғни путаминді қосады өзінің құрамына. Нуклеус каудатус пен путаминді қосады. Бұны біз стриатты жүйе деп айтамыз. Стриатты жүйе деген ол яғни филогенетикалық даму бойынша жаңа жүйе болып табылады. Бір шама жаңарған жүйе деп айтуымызға болады. Одан кейін бізде полидарлы жүйе деген бар. Полидарлы жүйе өзінің құрамына мына жасыл түспен белгіленген глобус палидусты. Одан кейін Льюис денесін, сонымен қатар бізде қызыл ядро менен қара затты құрамына қосады өзінің. Төрт затты бір-біріне қосып тұр, төрт ядроны. Осы төртеуі бірігіп бізде полидарлы жүйені құрайды.
Полидарлы жүйе бұл филогенетикалық даму бойынша біршама ескірген жүйе болып табылады. Яғни мұндағы мағына полидарлы жүйе біршама ертерек дамыған, соған қарап оны ескірген деп, ал мынау біршама кейінірек дамығандықтан бұны біршама жаңарған жүйесі деп айтады осы экстрапирамиданың. Енді бізде осы стриатты және полидарлы жүйенің бұзылыстары деген нәрсе келеді да. Бізде егер стриатты жүйенің бұзылыстары болатын болса, яғни нуклеус каудатус, путана, соның ішінде особенно нуклеус каудатустың бұзылуы кезінде бізде гентиктон хореясы деген ауру туындауы мүмкін. Бұл жерде не дедім, қандай қызмет? Ерікті қимылдарға жауап береді. Ал гентиктон хореясында қимылдарды ерікті түрде басқара алмай қалатын ауру, гентиктон хореясы. Одан кейін полидарлы жүйе. Полидарлы жүйенің негізгі құрамын құрайтын бізде не? Бұл қара заты. Яғни бұл тонус түреді деп отыратын. Ал бізде осы қара заттың бұзылысы кезінде, осы полидарлы жүйенің бұзылысы кезінде Паркинсон ауруы көрініс береді екен. Паркинсон ауруы кезінде науқастың бұлшықетінің тонусының реттілігінің жоғалуын көріністерімен сипатталады. Біз бұл екі ауруға толығымен видео дайындаймыз. Сол үшін тек осындай кішігірім ақпаратты ғана біле кеткенің жөн. Так, енді біз бұзылыстарына тоқталайық. Бізде осы экстрапирамиданың бұзылыстарын екі түрлі синдромда ажыратамыз. Ол бізде акинезикалық ригидтік синдром және гиперкинездік синдром. Ол екеуінің негізгі айырмашылығы не? Акинезикалық ригидтік синдромда, мысалға, адамның денесін мысалға келтіріп салайық, адамның денесінің бұлшықеттерінің спазмы болады. Бұлшықеттер қатты сіресіп қатаяды. Бұлшықеттердің сіресуі бүкіл көріністері сомен сәйкес келеді. Ал мына гиперкинезді синдром кезінде керісінше бұлшықеттерінің сіресу қабілеті, яғни тонусының төмендеуімен жүреді. Яғни мына жақта тонус жоғары болса, мына жақта бұлшықеттің тонусы төмен болып табылады. Соған сәйкес тонусы жоғары болған сайын бұлшықеттер қатайып қалады. Қатайып қалғаннан кейін ол қимыл қозғалысқа өте еріксіз болады. Қимыл қозғалысты жасау оған қиынырақ болады. Өйткені бұлшықеттер тырысып тұр. Оның қимыл қозғалыстары төмен. Ал мынада бұлшықеттердің мүлде тонусы жоқ болғаннан кейін ол қимылдағыш келеді керісінше. Ода қимыл қозғалыс жоғары болып табылады. Негізгі айырмашылығы осы. Енді мына акинетикалық ригидтік синдромның келесі көріністеріне келейік. Ол бұлшықеттердің бірінші көрінісі сіресіп қатаюы. Бұлшықеттер қатты сіресіп қатаяды. Екінші қимыл ыңғайының соған сәйкес кідіруі. Мысалға, ол науқаста болуы мүмкін гипокинез, гиперкинез емес, бұда гипокинез немесе акинез болуы мүмкін. Яғни қимыл қозғалыстың кідіруі немесе мүлде жойылуы. Немесе бразилария, яғни сөйлеуінің баяулауы, гипомимия, мимикасының төмендеуі, немесе амимия, мимикасының мүлде болмауы, микрография болады. Мысалға, мен қолым бүйтіп сіресіп қатып тұр, сосын бір сөзді жазғанда мен кішкентай қылып жазамын. Ол деген микрография, яғни жазуының кішіреюі. Одан кейін ода пропульса, яғни алдынан етергенде алдынан қарай етерсең, ол артқа қарай кетіп қалады. Ретропульсия артынан етергенде алға қарай жүріп кетеді. Және латеропульсия деген бар, ол жанынан етергенде жанға қарай жүріп кетеді. Ол яғни өз денесін басқара алмайды. Қимыл ыңғайының кідіруіне біз осындай симптомдарды жатқызамыз. Одан кейін парадоксальды кинезия. Бұл деген мынандай. Осындай науқастар көбінесе қимыл қозғалысқа онша желаниясы болмайды. Сол үшін көбіне күні бойына отыра береді. Күні бойына отырған науқас кешке жақын оған бір этиологиялық фактор әсер етті. Мысалы, қатты оны қуанатын немесе ренжітетін нәрсе біреу айтты. Ол сол кезде бірден қатты жүгіріп тұрып, орнынан отырып тұрып, немесе сондай бірден қатты қимылдарға кірісіп кетуі мүмкін. Неге? Ол күні бойы өзін шаршатқан жоқ. Бүкіл бұлшықетін қозғалту керек нәрсесін ол бірден парадоксальды түрде көрсетеді. Күні бойы жинаған энергиясын солай бірден парадоксальды түрде шығарады. Одан кейін діріл. Олардағы дірілдің ерекшелігі ол тыныштықта болады. Тыныш отырады, тыныштықта отқан кезде қол дірілдеп отырады. Ал гиперкинез кезінде ол керісінше қимыл қозғалыс кезінде ғана діріл байқалады, тыныштықта байқалмайды.
Одан кейін паркинсонизм синдромы. Бұл акинетикалық регеттік синдромның негізгі көрінісі ретінде біз Паркинсон ауруын жатқызуымызға болады негізі. Соның ішінде паркинсонизм синдромы ретінде бұл, яғни дофаминнің жоғарылауына байланысты жүреді. Содан дофамин қатты артып, бұлшықеттер барлығы қатты спазмдалып қалуы негізгі патогенезді. Одан кейін соған сәйкес ол жерде барлық бездеріміздің бәрін парасимпатика, симпатика күшейтіп, ол жерде сөр бөлінуін, тер бөлінуін күшейтеді. Күшейткеннен кейін бізде гиперсальвация, гипергидроз деген көріністермен көрінеді. Өйткені қатты сөл бөлетін жерге импульс келіп жатыр, сөл бөлінеді, гипергидроз жатыр, бұлшықеттер тырысып, тер бездерін қысып жатыр, солай гипергидроз көрінісімен терлеу. Одан кейін баяу ойлану әрекетсіздер болады бұларда. Олар көбінесе гигиеналық жағдайда өздерін қарамайтын, ұқыпсыз, бір нәрсені ойланып отырғысы келмейді, миы көп шаршап қалады, жиі біреуге ренжи береді, біреуге ренжіп қалса соны қайта-қайта айта береді. Оларға әртүрлі сөздер айтқаннан гөрі бір ғана сөзді қайталап отыра берген оңайырақ көрінеді. Сол үшін оларда сөздерді қайталау, ренішін қайталау деген сияқты клиникалық көріністер көрінеді. Ал кеттік гиперкинездік синдром. Оның негізгі айырмашылығын айттық. Бұл жерде тонусы төмен, бірақ қимыл қозғалысы жоғары дедік. Атетоз. Атетоз деген бұл адамның денесі болатын болса, соның тек ұштарында ғана, қолында, аяғында, немесе бас мойнында бұралаңдаулардың болуы. Қолдарында, аяқ ұштарында ғана бұралаңдайды, саусақтары, қолдары бұралаңдайды. Оны атетоз деп айтамыз. Атетоз кетті. Хоррея тәрізді гиперкинез деген бар. Бұл жерде уже кең ауқымды қозғалыс болады. Тек ұштарында ғана болды. Бұл кезде бүкіл денесімен ол билеп жүрген адам сияқты көрініс береді. Бүкіл денесі еріксіз түрде қозғала бастайды. Өйткені тонусы мүлде жоқ. Барлық денесі қозғалысқа келіп кетеді хорреяда. Ол жерде уже кең көлемді алып жатқан, әдейі билеп жатқан, әдейі істеп жатқан ерікті қимылдардағы көріністі береді. Одан кейін хореатетоз, бұл яғни екеуінің қосарлана көріну, қолдарының ұштары да бүкіл денесінде бірден қозғалысқа келуі, екеуі қосылып. Торзиан дистониясы. Бұл кезде адамның мойны менен кеудесінің бұлшықеттерінің спазмының мүлде жойылуы. Сонда бізде мойын мысалға всегда белгілі бір тонуста біздің басымызды ұстап тұрады, кеудемізді, осанкамызды ұстап тұрады. Ал олардың тонусы болмаса, бас пен мойын екеуі ербеңдеп қалады, ербеңдеп, қисайып деп тұрады. Одан кейін бізде гемиболизм. Гемиболизм деген ол адамның бір жақты сондай бұзылыстарының көрінісі. Бір жақты оғаш қимылдардың көрінісі, тек бір жақты. Параболизм деген бар, ол екі жақты. Гемиболизм бір жақты. Айттым, бұл жерде діріл қимыл кезінде көрінеді. Одан кейін миоклония. Миоклония деген бұл, бізде мысалға буындар бар ғой, мына жақта барлық буындар бар ғой, сол буындарға қатыссыз аймақтарда мен мынаның бәрі буынға қатысты аймақтарда көрініс береді. Ал миоклония ол буынға қатысы жоқ, мысалға мына жерде, мысалға буынға қатысы жоқ мына жерде сілкілдеу, бүлкілдеу көріністерінің болуы. Миоклония буынға қатысы жоқ жерлердің қозғалысының көрінісі. Одан кейін тартылу. Тартылу да ол буынға қатысы жоқ бұлшықеттердің тартылуымен, босаңсуымен тез өтіп кететін көрініспен көрінеді. Ол біраз уақыт тартылып тұрмайды, бір тартылады да қайттан жібереді, тез өтіп кететін көрініспен көрінеді. Одан кейін жекелеген бұлшықеттердің жиырылуы. Ол мысалға бір адамдар бар, көзін қайта-қайта қыса береді, иегін бүйтіп мына жаққа қарай тарта береді, қолын бір жаққа қарай тарта береді. Солай жекелеген бұлшықеттердің жиырылу көрінісімен көрінеді. Одан кейін гиперкинез эпилепсия деген бар. Ол эпилептиктердің осындай гиперкинезді синдромының қосарланған көрінісімен жүреді. Яғни эпилептикалық ұстама кезінде ол тура осындай гиперкинездік синдромдарды қоса көрсетеді. Біз осыны гиперкинез эпилепсия деп айтамыз. Міне бізде дәл осындай көріністерден тұрады. Жалпы тағы айта кететін нәрсе, мына жақта мен айттым, микрография болады, яғни жазудың кішіреюі. Бұл экстрапирамиданың бұзылысы ғой. Ал бізде миышықтың бұзылысы кезінде, алдыңғы салған видеода макрография болады. Ол кезде уже жазулары ұлғаяды, ал мына жақта жазулары кішірейеді. Жалпы бүгінгі тақырып осы. Менімен бірге болып, соңына дейін көргенің үшін рахмет. Каналға тіркеліп, мені қолдап кетесің деген ойдамын. Тағы да рахмет.